Есеюдің екінші баспалдағы ол мазаны алмау. Мазаны алмау дегеніміз өзгеге өз мнениеңді тықпалап, өзгеге менің ойымша, мені тыңдасаң деп, өзіңнің бола алмай, жасай алмай атырған дүниеңді өзгеге үйретпеу. Мазаны қандай адамдар алады? Мысалы үшін, бала санасындағы адамның өзі де сол мазаны алатын бір деңгейде тұрады. Бала мазаны алады. Ол түнде жылайды. Мені дәретханаға апар дейді, маған тамақ бер дейді, мені құшақта дейді, маған внимание бер дейді, мені тыңда, маған қара деп айтады. Ал үлкен адамдар сондай кішкене бала санасында жүретін болса, әлі есею процесіне өтпеген болса, олар да мазаны алады. Олар қалай мазаны алады? Яғни өзіне көңіл аударту арқылы, ренжіп қалу арқылы, көңіл қалу арқылы, бұртиып сөйлеспей қалу арқылы, болмаса мезгілсіз уақытта менің қолым босамай жатыр, мен бара алмаймын, мына шаруа басында жүретін адамдардың, үнемі бір істің қасында жүретін адамдардың қолы бос болмайды. Олардың өзге түгіл өзіне де көңіл бөлетін уақыты болмайды. Сол уақытын, өзінің уақыты көп, яғни балада бізде уақыт көп. Ол ұйықтайды, ойнайды, оны бұл белгілі бір уақытта садикке алып барады, кейін алып келеді деген секілді, ол бір адамның, үлкен кісінің қарауында жүреді, ата-анасының, балаларының қарауында жүреді. Сол секілді кейбір үлкен адамдар жаңағы бала санасында мазаны алатын адамдар. Мені алып кет, мені апарып таста, міндетсінет, менімен уақытыңды бөл. Мен қай уақытта, мысалы үшін саған хабарлассам, сен сол уақытта менімен сөйлес деп бала санасынан аса алмау, бұл дегеніміз мазаны алу. Яғни мазаны алуды салыстыра беретін болсақ, мысалға келтіре беретін болсақ, өте көп. Сондықтан да есеюдің екінші баспалдағы сатылмау және ешкімнің мазасын алмау. Ешкімдің уақытының құқығына кірмеу. Әркімді өз деңгейінде қалай бар, оның жұмысымен, оның өсу сатысымен бағалау. Осы мазаны алатын адамдар, яғни бала позициясында жүрген адамдар, өзінде көп уақыт болғандықтан, өзінің көңілі толмағандықтан да өзгеден көңіл іздеп жүреді. Сондықтан да реніш арқылы әркімнің мазасын алып, біреуге көңілі қалып, біреуге ренжіп, әркімнің жабық есігін маған аш деп